Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен сіздер үшін өте күшті масканы іздеп таптым. Бұл маска Қытай маскасы деп аталады екен. Білмеймін неге олай аталатынын. Ал ендеше бірге жасап көрейік. Ол үшін бізге картоп крахмалы қажет. Картоп крахмалына 1 шай қасығын қоссақ жеткілікті. Міне. Бір осындай ыдысқа саламыз және оның үстіне бал қосамыз. Бұл осы екі ғана заттан жасалады. Міне. Және осы екі қоспаны жақсылап тұрып араластырамыз. Егер де қою болып кетсе, кішкене сүт қосып жіберсеңіздер болады. Міне, бірақ менікі қою болмады. Менің балым кішкене сұйықтау, сондықтан негізі бұл маскаға осындай сұйықтау бал қосқан жөн. Міне қараңыздар, маска дайын. Енді осы масканы бетке жағатын боламыз. Айтқандай, бұл маска беттегі қара дақтарды кетіреді. Масканы 20 күнде күн ара жасайтын боламыз, сонда 10 рет жасайтын боламыз. Күн ара бір күн жасайсыз, бір күн жасамайсыз. Масканы бетке жағып, бетте 25 минут ұстайтын боламыз. Бұл масканы құрғақ және майлы беттерге де жақса болады. Ешқандай да зияны жоқ. Сондықтан қорықпай жасай беріңіздер. Бірақ енді кейбір адамдарға бал жақпауы мүмкін. Бал жақпаса, егер де бетіңізді ашытып, бір реакция болып жатса, онда жасамақ қою қажет. Міне масканы жағып болдым. Енді 25 минут бетте ұстайтын боламын. Ал енді қазір маска кепкен соң, бетті жуып, бірге әсерін сіздермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Міне достар, 25 минут өтті. Мен масканы жуып тастадым. Бірге көретін боламыз. Бетім деген жұмсақ, керемет болып қалған ғой. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер достар. Өйткені бұл маска беттегі қара дақтарды ғана кетіріп қоймай, бетті жұмсартады, нәрлендіреді, және де әжімдерді де кетіреді, қара дақтарды да кетіреді. Өте оңай маска. Қараңыздар, екі ғана заттан тұрады. Егер де сіздерге маска ұнаса, видеоға лайк басып, комментарияға бөлісіп кетіңіздер. Және жасап көруді ұмытпаңыздар достар. Ал ертеңге тағы да осындай жеңіл жасалатын маска жасап көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.